мектептің қабырғасы. Сол мектептің қабырғасында бүгін той жасап жатсыздар. Соңында бәрі сыңғай келсе, орнымыздан мұғалімдердің басына бәріміз орнымыздан тұрайық. Өлең айтамыз деп айтамыз, бастаймыз. Раухан апа қол соғып ордаға шақырылып тұр. Ал енді қай жерде? Апайларға. Енді орындарыңыздан қаласының жағдай болса, орындарыңыздан тұрсам. Мұнан өйткені болса, шармайық орда отыра береді. Мына апай туралы ерекше айтса деп сынып жетекшіміздің орнындағы апайымыз, қазір шаңырағын ұстап отырған апайымыз, әрі мектебіміздің ақтан шапайымыз, және күші ән шапайымыз, өзі шән шапайымыз, бұл кісіге барлық жағынан айтып тастады жетімді. Кетерінде мен өзім сынып жетекшіме сондай ризамын, осы кісінің қайдан тауып алғанына сондай қуанамын мына ортада. Және мен шаңырағын осылай ұстап отырғанына ризалық білдіремін. Бағана апай бізге көптеген әңгімелерін айтты, ашылықты айтты ғой, бұл кісі сөздің түбін түсіретін нағыз қазақ тіл әдебиетінің пәнінің мұғалімі. Біздің ағайымызда Шымкенттің жүрген көптеген жарыққа шықпаған еңбектері бар еді. Сол кісі, бұл апай сол еңбектерінің бәрін жарыққа шығарып жатыр. Оны енді ары қарай күтәптау, мен жалпы осы 30 жылдыққа келіп отырғанның ішінде нағыз іскер жігіттерде отыратын Серік, мына жерде Ерсайын, Азат, Аршалы сияқты қыздарға тапсырып айтайын деп отырмын. Апайдың жинақтап жүрген әңгімелері өте көп Аршагүл. Сондықтан да ағайымыз туралы айта отырып, 1 минут тұрып үнсіз тізбен еске алып жүрсек, оған артықшылық жоқ деп ойлаймын. Біздің ағайымыз аққу ағайын, біздің ағайымыз әдемі ағайын, біздің ағайымыз сұлу ағайын, қашан
Енді осы апайларымыз орнынан тұрып жатыр. Енді жаңа өмірден өтіп кеткен. Енді бағана да айтып кеткен ұлтым күнделіктері бар жазған еді. Енді Рахаңның атынан ағайларым, ұстаздарым айтып жатыр деп ойлаймын. Рахаңның жазып кеткен мынандай сөз бар екен. Болар жігіт бес нәрсеге ынтығады. Өнер, олар ел тану, жер тану, сөз тану, білім, ілім тану, жар тану. Өзінің туған жеріне келіп тұру, кісілігінің азаматтық парызын деп жазып тұр. Өзінің елі жұрты туралы мынандай бір-екі шумақ өлеңді набройдыр деп қағазға ғана суретіне қатып шыққан арматты. Рахаң марқұм Қытай Халық Республикасында тұрған, оны баршаларыңыз білетін шығарсыздар. Ақсу деген жерде, Ақсуым деген өлеңі. Ақсу түссе ойыма, қозғалады көңілім. Өтті ғой оның ойында, балығын өмірім. Сол өзеннің ойында, мекен тепкен ауылым. Көзім жұмған осында әкем менен бауырым. Қалған соның ойында балалықтың қызығы. Сол өзеннің ойында қалған жүрек қызығы. Сол өзеннің ойында алғашқы менің мектебім. Сол өзеннің ойында алғаш бір гүлге көктедім деген бір жол шумақ өлеңін осы уақытқа дейін өзім де көрмеппін. Бағана Аршагүл ағаның күнделіктерін көрсетіңізші дегенде, осы бір екі дәптер қолына түскенде жаңа сол дастарханнан ауыз тиіп әр шаңыраққа барып шыққаннан кейін келіп ақтарып осы бір пырақты тауып алында осы шәкірттеріне оқып берейінші, бұл да бір менің парызым шығар деп осыны арқылап келіп тұрмын. Сөзімді жалғар болсам, өзімде осы шәкірттерге айтарым. Киелі орда, қасиетті құт мекен, түлектердің 30 жылдыққа кет қалды. Рақаңды ойлар, шәкірттері де мықты екен, ардақтап сыйлар, аққу ағайын еске алды. Үлкеннен ізет, кішіден құрмет алмассың, жақсы салтымыз ұрпағымызға ұлассың. Пейілдеріңе рахмет, шапағаттарың әрқашан ізгілікпенен алдағы күнге жалғасын. Жұрттарының жарасы баянды болыңдар, немере бағып бәйтеректей саялы болыңдар. Өмірді жалғар ұрпақтарыңның алдында ардақты да аяулы болыңдар деп тілек білдірем. Аман болыңдар. Рахмет. Сөзді ұстаздарым. Барлығымыз көбіміз бір болған, алыста жүрсек те біріміз ойлап жүргеннің ол бір ойлаймын сондай деген бір баяғыда өздеріңіз қандай тәрбие берген, соның бірге тәрбиесі бір жағасы. Сондықтан алыстан келгендерге көп рахмет. Адамнан нұр жаусын барлықтарыңызға. Сенелеріңізге бақыт болсын. Осы енді тойды бастадық, осы тойды Құдайға шүкір жақсылап атап. Осымыз енді айтып жатырмыз, 40 жыл 50 жыл жасайық. Сол бір Құдай білер, жауын жеткізсін. Амандықта, жақсылықта бала-шағаның алдында осындай бала-шағалардың қызығын көріп, немере шөре болып, бір-бірінің досында жолдастық достығымызды жоғалтпай жүре берейік. Мен расын айтсам,
90% қыздар танымады. Енді бір өзін өткенде ешкім танымайды. Жігіттер де есте қалады, сондықтан да жігіттер көрген аманның дұрыс болсын, жақсылық болсын, бірімізді осындай ұмытпай, біз сіздің жолына жүре берейік. Сол үшін енді келесі сөз тосты. Бәріміз сөз біткенде алып қоямыз. Құрметті қонақтар, құрметті класстастар, құрметті ұстаздар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын, кездесу тойларыңыз құтты болсын. Сіздер біздің өзіміздің кездесуіміздің өзінде бір қызық, есте қаларлықтай нәрселер. Біз 6 жылда кездестік, содан кейін 30 жылда тағы кездестік. Оның өзі бір ерекшелікке жатады. Оның да өзіміздің бір ерекше жаратылғанымызға жататын шығар. Өзіміздің бір сондай Құдайдың берген маңдайымызға жазған шығар. Осылай біз 30 жылдан кейін мінекей бас қосып, осы жерде мынау Астанада болсын, Жапкенттен, Талдықорғаннан болсын, ауылдан, Алматыдан, міне бүгін кеште бас қосып отырмыз. Бәріңізге қадамдарыңызға нұр жаусын демекпін. Әрқашан осындай кездесулер көбейе берсін демекпін, той боласын демекпін, дендеріңізге саулық тілеймін, бастарыңа байлық тілеймін. Бәрлеріңіз қазір орта жастан асып, 50-ге келіп қалдыңыздар. Бұл деген жарты ғасыр өмір сүру деген сөз. Сол жасы қақырғасында талай таулардан өттіңіздер, талай асулардан өттіңіздер. Дағы бәріміздің көбіміздің шашымызға ақ кіріп қалып, самайымызға ақ кіріп. Міне бізде көбіміз апа болып жатырмыз, немерелі болып жатырмыз. Құдай осыдан жазбасын. Келешекте осындай балаларымызды осындай кездесулер үшін, сол үшін бірін-бірі танысын, бірін-бірі көрсін деп балаларымызды да ерте келдік. Олар да осындай біздің әке-шешеміз оқыған осындай білім ордасы бар екенін көрсін деп. Сол осы кездесу әрқашан жалғаса берсін демекпін. Барлықтарыңызға, семьяларыңызға бақыт, денлеріңізге саулық тілеймін. Рахмет көп келгендеріңізге. Бәріміз қуаныштымыз. Сол үшін алып қойыңыздар. Ал құрметті ұстаздар мен класстастар, біздің өзі басымыз көпке келмейді. Жаңа Ерсен айтып кетті, жасап отырмыз. Бұның бәрі неге келдесе, біздің бәріміз тауық жұқтырғандар. Тауықтар бір мүлден шығыспайды ма, білмейміз. Бірақ енді көбінесе бізді жаңаға бүгінде келіп, бізден бір жыл көріп отқан жігіттер келіп, ой, сендер көрсетіңдер. Ол өйткені олар осы ауылда көрсетеді. Олар жыл сайын келесе, 5 жыл сайын келесе, 30 жыл бойы тапқан сендерге, бұл енді біз өткен жыл өтіп кеттік, біз болмақ, сендер ойлап тапқандар, сендер асып түскендер еді. Енді оның бәрі одан емес шығар, енді жан-жақты болдық, әрқайсымыз ар-тарапта жүрдік. Осы жылы жиналып отырмыз. Мына енді айта кететін, осыдан 3-4 жыл бұрын жол түсірмесе ауылға келіп, енді бір қой керек болып сатып алып кетті.
жігіттері жауыншылығы марқұм кетті ғой кезеттері сол үшін сатады деп сонымен өзіме мұғалім болған енді маған арзан беретін шығар деп жетіп бар сөйтіп сен жаңағы көп қойын бағасына сонымен бір ай тәте енді оқушым болып едім ғой енді кішкене арзанға беретін шығарсың деп сөйтсем ей жүгірме менің мына шашымның жартысының ағын сен алаптасың так что сен екі баласынан сонда отырмайсың соның сөзін отырдық айтқан баласына алып та кеттік сөйтіп балалы екен әлемді ағайын класстастар кеткен адамдарымызға ой аусын мынау енді апайлар ұстаздар сіздер ата анадан кейінгі бізді жолға салған сіздердің еңбектеріңізге нұр жаусын сіздерге көп рахмет алғысымызды айтамыз ал енді жақсылық болсын тағы да айтып жатыр ғой енді 40 жыл 50 жыл деп мүмкін болса жақсылық болса онда қойылады соңғы тоқталды бергенді екеуіңді берген үшеуіңді берген бірақ құрметті ағай былай істейді мына бүгін біз бәріміз жиналып осы бір тамақ көрмей келген жоқ осы жігіттерді ол аяқ көрмей келген жоқ ет көрмей келген жоқ мына айтылатын сөздің бәрі жетім болады егер де осы бастан бастамасақ тәртіпте біз мына тойдың аяғында жетпейміз қазір бір бөлігі құшақтап бәрімізді келгіміз мүмкін мен де сіздер сияқты мен де сіздерге почти тұтасындай айтуға болады сондықтан үшеу қалай әдемі сөйледі қалай естиет сөйлеп жатыр мұғалімдер қалай жақсы сөйлеп жатыр баяғы бар ғой баяғы мектепте бұзылды ғой дәл солай бұлардың бәрі сондықтан тиіссақ та бәріміз енді міне 50 келген адамбыз почти 50 аздан кейін 50 келеміз енді сондықтан онда шыға алмаймыз мына қиын сұрақ бере берейік мынау енді сондай жағдай заманды ұсталып келе жатыр sonra енді конференция аламыз біз солар енді мен айтайын деген сөзім мынау мұрттың өзі қасиетін айтайын деп отырып екі жігіт ортада жаңыз қорықбай осы сұлу шықты екеуі де мұрт деген жігіт өйткені мұрттың өзі мынау бидаймен тең екен бидайда тегін жерге шықпайды құнарлы жақсы жерге ғана шығады мұрты сондай бар жерге мықты жерге сол жерге ғана шығады соның рухтарға қол соқпайық мына басқада бірақ мына үлкен кімейін болды сол жағы мұрт қорған әңгіме болды да бір корреспондент орыстың қыздарынан сұрайды вы почему усатых парней любите весь отходить воды усы хорошо чистить зубы и хорошо массажировать десны дейді сондықтан да жігіттерге бұл жақта массаждердің өзін істеген ер жігіт тұрмақ болса адасады ағайын жақсы болса бір-біріне қарасады азаматтың өзі түгіл мұрттың өзіне кем деген оңдайсыз адасады деп бастайды рахмет қызым жолыңыз өскелі ғой сондықтан мен арша өгіз сөз бұрай болады онда қызға былай бегі сөйтіп құтыла бер айта берем былай көңілі аршекеңнің дариядай жүрегін көпшілікке жариялай сұлулыққа арнайы қол соғайық бразильский фильмдегі просто Мариядай ал құрметті аяулы қадірлі ұстаздар ұлағатты ұстаздар сіздердің алдарыңызда біз мәңгілік басымызды иіп тағзым етеміз тағы да айтамыз ал енді құрметті кешегі қыз бен жігіттер мен сені жақсы көрем баяғыдай жанымды жақсы көрген аяғыдай жалт етіп өтер шамдал жерлесе жалт етіп өтер шамдал жаяудай мен сені жақсы көрем бәріңді баяғыдай ал енді мен жігіттерге айтарым мына жерде отырған біздің класс өзі 74
жылғы түлектеріңіз ерекше. Ерекшелігі сондай, бүгінгі біздің сыйлығымыздың өзі, біз дүниеге жаңағы мына өмірдің уақытша екенін сезініп, сондай білімді болғанымыздың өзі сондайлық. Жаңағы біз ұстаздарымызға мектепке арнап зат емес, керемет бір дүниелер, рухани дүниелер сыйлағанымыздың өзі деп ойлаймын. Ал енді мен сонау 18-дегі, 17-дегі жігіттерге, қыздарға сәлем айтқым келеді. Басында айттым, біз осы кездесуге ойланып, толғанып, 30 жыл, 6 жылдықты біз Нұрланбайдың армияны келгенімізде үйтеп тойлап ұстағанбыз. Содан кейін біз қатты ойландық та осы жасқа келгенше ойландық, толғандық, түйдік. Басқа жағымызда, барлық жағымызда да денемізде толысты, миымызда толыққаннан кейін осындай жасап отырмыз. Енді бұл да бір тарихта қалатын нәрсе шығар. Мен марттағы найзағай күркірмін, құрбанғазы күйенің бір тілімін, менің жаным саясын паналаған, дүниедегі бар қыздың кірпігінің демекші біздің жігіттер аман болсын. Оның ішінде біз сияқты қыздарды жіберіп отырған күйеу балаларыңыз аман болсын. Әйелдерді еркектерден көптейді. Ойбай, бола берсін көпмейді. Әйел деген әдемі ғой әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді деп қыздарымыз аман болсын. Ал енді Мұрат Төлеби былай деген дейді, бақ дегенне, байлық дегенне дегенде, бақ деген ұзатылған қыз, бала деген артта қалған із, байлық деген еріктің моз. Ал бұл өмірдің адамға ең жақсы сыйласқан сізбенен біз дейді. Ал осы сізбенен біз қалпымызда ары қарай кете берейік. Мен бекер айтып отырған жоқ бұл сөзді. Балаларымыз бізден кейінгі балаларымыз, болашағымыз аман болып, біз сияқты жаңағы ұстаздарымыздан барған, бізде әдемілік те бар, бізде сұлулық та бар, бізде рухани байлық бар, тектілік бар. Осы жақсы қасиеттеріміздің барлығы біздің болашағымызда бола берсін. Енді құдағи болғанға жазсын. Арқалай жігіттер. Құрметті ұстаздар, құрметті достар, енді мынандай ақыннан кейін сөйлеу қиын. Бірақ енді Ашагүл айтып отыр ғой, біздерде мынадай бар деп. Оған бүгін көзіміз жетіп отыр. Сайдың тасындай қыздарымыз бен жігіттеріміз басын қосып. Ол енді екі жақтың да бірін-бірі түсінгендігі деп ойлаймын. Осындай кешке жиналып, осындай отырыстықты атап өтейік деген. Соған рахмет. Сіздерге рахмет айтамын. Бүгін сынып балалық шағымызда саяхат жасап, қыз кезімізді есімізге түсіріп алсыздар. Құдайға шүкір. Осыны Құдай көп көрмесін деген білемін. Енді мен Күлби апайымыз айтқан сияқты тарихшы ретінде бәріміз бүгін 6 жылдық пен 30 жылдықты айтып жатырмыз. Мен бүгін тарихты еске түсіргім келіп отыр. Сонда 74-ші жылы бітірген кешімізді. Бітірген кешіміз анау бүгін жүгіріп жүрген Аманқос пен Гүлпаштың үйінде өткен болады. Ол кезде қосылған жоқ болатын. Естеріңізде ғой? Сондықтан марқұм Смағұл ағамызға рахмет. Біразымыздың ортамыздан келіп баққан азаматтар еске алатынбыз. Біразымыздың әке-шешелеріміз кетіп жатыр. Солардың аруақтары қайда жүрсеңдер де қорғап, желеп жүре жүрсін дегенде. Мынау айналайын ауылымыздың ауасын жұтып бүгін тасы мен суын алып жатырмыз. Соған тәуба деймін. Не дейміз? Осы
тойыңыз құтты болсын дегенмен ол енді бәріміздің сіздің жаңа Төле би атамыздың сөзімен айтып жатыр ғой. Олардың балалары бірін бірі батыр дейді деген сияқты әрқашанда батыр болайық, бір-бірімізбен тату болайық, ауызбіршілігіміз арта берсін. Біз бірге болсақ, біздің ауызбіршілігіміз мықты болса, біз алмайтын қамалдар әлі көп, алатын қамалдар. Сондықтан ендігі мақсат елу жылдықта жаңағы 40 жылдықта балаларымыздың үйленген немере сөйлеме жаңағы Құдай саған жасын. Аумин. Микрофон беріңіз. Ал енді құрметті ағай, мына алдымызда үлкен ұстаздарға бас иеміз дегенменен осы көзімізді ашқан жақсылық жамандықтың бәріне осы ұстаз деген өзін қатты бағалаймын. Өйткені дым білмейтін адам өмірде келеміз да, осы сіздерді үйреніп алып, кейіннен бір жаманды айтар едіміз бар. Ой, мынау ұстаз нашар болды, мынау андай болды, мынандай, бірақ ол кісілердің еңбек өте жоғары. Біздің көзіміз ашқан осы. Сондықтан сол көзді ашқанның себебі біле. Осы сеген профессор толды қадақтар бар дедім. Оның бір адаматтық азамның, болмаса жаңа қыздың да үлкен намысына байланысты болады түрде. Сондықтан былай дегім келеді мен сізге. Кім қайратты, кім-кімге асқар тұлға, мүмкін бе екен тағдырдан бас тартуға, неткен ғажап биіктен құлаған тас, сынғанымен қалады тас қалпында. Құзаршығында ойпаңда бұралауға, сындар күтіп тұрады адамдалда. Бұт-шыт болып кетпейме құм кесектер, көп кішкентай жер адам құлағанда. Алуан тағдыр берілген бұл адамға, есегінен еш жерін құлағанда. Аяңдар, жұбатыңдар, өйткен оның. Әлемді құрметті оқытушылар, біріншіден біздің мұғалімдеріміз, екіншіден әріптестеріміз. Енді қуанып отырмыз, жаңа ғана айтып кетті, негізгі біз осында келіп отырғанымыз 30 жылдан кейін бір-бірімізді көріп, ол негізгі. Енді жаңа мұхит айтып кетті, ақша өтен кейін сөйлеу қиын деп, мен оғанда қосыламын. Бірақ та соған қарамай, өзіміз техникамен айналысқанмен, техниканы жобалаймыз, техниканы сызамыз, бірақ та арасында уақыт табамыз. Сол кезде кішкене болса да бір нәрсені жазбақ боламыз. Енді жаңағына мен енді осының алдында бірінші сөзді алып, жаңағы түрегеліп, еске түсірейік деп ойлағам. Бірақ та маған сөз бермей қойды. Соған қарамай, түрегелмей, бірақ та мына 4 шуақты менің ойымнан шыққан, соны естімеді. Келді осы дүниеге рахметолды ағай нәрсте болып, кетті келесі дүниеге денесі рахметке толып. Әділеттікке адалдыққа, жақсылыққа шәкірттерін шақырған, еске алайық рахметолды ағамыздың рухына бас иіп. Деп 4 осындай біз бір не жағдайды. Одан кейін кешіріңіздер. Одан кейін бізді енді 50 жастың асына келіп қалдық. Соған қарап, межеденде көбірек бір біз енді қара сөзбен жазатын адамдармыз, ақын емеспіз. Тек қана осындай кеш қайталай бермейік, сол сөздерді қайта-қайта бір-бірімізді құттықтап деп, бөлігірек бір сөз айтайық деп, міне жерде тағы да жазды. Ұшып өтті өмірдің жас жылдары жайлаудың самал желінде, тек әр күмбездің жұлдыздары мазаны сақтайды балалық шаққа қайта әкелгендей. Өмірдің тайғақ жолында ертең не күтіп тұр әлі білмей, бала-шаға жақсы болса, орнын тапса деген ой маза бермей, мақсат құзына шығып, одан ұшып қалықтап келеміз, қорқыныш сезілген, қонатын шынның не жұмақ, не тозақ екендігін сезбей. Өмір құздарына ұшқан бүріктер арасында қанатты қалай жаюды балалық шақта үйренбей, өзіміздің сүйіспеншілік ақ ниетімізге тек сеніп, рухани күшке тану қалды өкінбей.
Күндер құс сияқты ұшып келді, өмір өтіп жатыр. Құстар көгілдір аспанына еріп кеткендей, қуанышты хабарлар құйын болып бізге жеткен кезде сескенбей, сүйсінерлік естегілерді жарқын сезімдерді еске алу. Бір арманмен асығып кездесуге келдік, ғашық болған кездегідей деп мынандай бір 4 суа шумашады. Ал енді тағы да бізді осында тартып отырған, өшірге кездесуге шақырып отырған жалғыз ғана мына бір-бірімізбен кездесу ғана емес, ол туған жер, ол су, ол осы ауыл. Сондықтан біз кафедрамыздың атынан бір кішкентай өлең жаздық. Соны енді мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Ал енді соның арасында алдарыңызда астарын кездесу үшін деп алып қояр өлеңді қазір айтылады. Рахмет. Ал енді үндемей ақындап шығып отырыңыздар, мынау өлең мағайтауға жазылып алынған, соны айтып жіберіңіз.